Сәлеметсің бе, балақай? Класс KZ порталына қош келдің. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 2-3 амалмен орындалатын есептер шығару. Ал балақай, сабағымызды мына тапсырмадан бастайық. Қанеке бірге оқиық. Саябақта 436 адам қыдырып жүр. 125 демалушы ер адам. Әйелдер олардан 2 есе артық, ал қалғаны балалар. Саябақта барлығы неше бала қыдырып жүр? Қанеке, есепті өз бетіңше шығара ғой. Ал балақай, бірге тексерейік. Есептің қысқаша жазылуы былай болады. Ер адам 125, ал әйелдер белгісіз, бірақ ер адамдарға қарағанда 2 есе артық. Ал қалғаны балалар, ал барлығы 436 адам. Ал енді шығару жолына тоқталайық. Бірінші әйелдердің санын тауып аламыз. Ол үшін ер адамдардың санын 2-де көбейтеміз. Сонда 125 пен 2-ні көбейткенде 250 шығады. Ал енді әйелдер мен ер адамдардың ортақ санын тауып алу керек. Сонда 125-ке 250-ді қосамыз. Сонда 375 болады. Ал енді балалар санын табу үшін 436, яғни барлық адамдар санынан әйелдер мен ер адамдар санын азайтып тастаймыз. Сонда 436 азайтылған 375. Сонда 61 бала бар екен. Есептің жауабы саябақта барлығы 61 бала қыдырып жүр. Сен бұл тапсырманы дұрыс орындадың деген ойдамын. Ал балақай, келесі есепке көшейік. Бұл жерде кесте берілген екен. Осы кесте бойынша есеп құрастыр, оны шығар. Ал балақай, бірге тексерейік. Бұл кестеге мән беріп қарайтын болсақ, мынандай есеп құрастыруға болады. Дүкеннен Алия достарына 3 құлпынай балмұздағы мен 2 сүтті балмұздақ сатып алды. Құлпынай балмұздағы 200 теңге, ал сүтті балмұздақ 250 теңге тұрады. Алия қанша теңге төледі? Ал енді бұл есепке қысқаша жазылуын жазайық. Сонда құлпынай балмұздағы 200 теңгеден 3 дана, ал сүтті балмұздақ 250 теңгеден 2 дана, ал барлығы белгісіз. Ал енді шығару жолына тоқталайық. Бірінші, құлпынай балмұздақтардың құнын тауып аламыз. Ол үшін бір құлпынай балмұздағының бағасын санына көбейтеміз. Сонда 200 көбейтілген 3 тең 600 теңге болады. Ал енді сүтті балмұздақтардың құнын табу үшін бір сүтті балмұздақтың бағасын санына көбейтеміз. Сонда 250 көбейтілген 2 тең 500 теңге болады. Ал енді барлық балмұздақтардың құнын табу үшін 600-ге 500-ді қосамыз. Сонда 1100 теңге болды. Ал енді есептің жауабын жазайық. Алия 1100 теңге төледі. Жарайсың. Ал балақай, келесі тапсырмамызға көшейік. Келесі тапсырмамызда теңдеулер берілген. Бірінші теңдеу Y азайтылған 98 тең 325 пен 420-ның қосындысы. Ал келесі теңдеу 650 мен Y-тің айырмасы тең 65 пен 2-ның көбейтіндісі. Қанекей, осы теңдеулерді шеше ғой. Ал балақай, бірге тексерейік. Бірінші теңдеуде бірінші қосынды орындалады. Сонда 325 пен 420-ның қосындысы 745-ге тең. Ал енді Y-ті табу үшін 745-ке 98-ді қосамыз. Сонда Y-тің мәні 843 болады. Ал енді тексерейік. Y-тің орнына 843-ті қоямыз. Сонда екі жақтағы өрнектердің мәндері тең болды. Яғни 745 тең 745. Сонда 843-те отқан мәніміз дұрыс екен. Келесі өрнек. Бұл жерде бірінші көбейту амалы орындалады. 65 пен 2-ның көбейтіндісі 130. Ал енді Y-ті табу үшін 650-ден 130-ды азайтамыз. Сонда Y-тің мәні 520-ға тең. Ал енді бірге тексерейік. Y-тің орнына 520-ны қоямыз. Сонда екі жақтағы өрнектердің мәні бір-біріне тең болып шықты. Яғни 130 тең 130. Сонда 520 деп отырған мәніміз дұрыс екен. Сен бұл тапсырманы дұрыс орындадың деген ойдамын.
Ал балақай, келесі тапсырмамызға көшейік. Келесі тапсырмада қысқаша жазылуы берілген екен. Осы қысқаша жазылу бойынша есеп құрастыр, оны шығар. Ал балақай, бірге тексерейік. Қысқаша жазылуына мән беріп қарап, мынандай есеп құрастыруға болады. Мұражайға мектептен 25 баладан 3 автобус және 38 баладан 5 автобус барды. Мұражайға барлығы қанша бала барды? Ал енді бұл есептің шығару жолына тоқталайық. Бірінші 3 автобустағы балалар санын тауып алайық. Ол үшін 25-ті 3-ке көбейтеміз, тең 75 бала болады. Ал енді 5 автобустағы балалар санын табамыз. Ол үшін 38-ті 5-ке көбейтеміз, сонда 190 бала болады. Ал енді барлығын табу үшін 75-ке 190-ды қосамыз. Сонда есептің жауабы мұражайға барлығы 265 бала барды. Жарайсың. Ал балақай, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта сен 2-3 амалмен орындалатын әртүрлі есептерді шығардың. Бүгінгі сабақта шығарған тапсырмалардың барлығы сен үшін қызықты, түсінікті болды деп ойлаймын. Сабағым аяқталды. Класс KZ порталында көріскенше, қош, сау бол.